Саламатсыздар ма тыңдаушылар. Экологиялық мониторинг бойынша келесі дәрісті бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы картографиялық мониторинг. Яғни бұл сабақта біз нені қарастырамыз, қандай сұрақтарды? Бірінші картография және мониторинг, модельдеу мониторингі, ақпарат алу әдістері ретінде оны қалай пайдаланамыз, геоақпараттық жүйелер және қоршаған орта жағдайы, Қазақстанның біртұтас мемлекеттік экологиялық мониторинг жүйесін де тағы осы жерде қарастырып өтеміз. Картография мақсатында біз алдыңғы сабақта өткеніміздей дистанционды бақылау материалдарын пайдалану. Яғни ол дистанциондық материалдар бізге ол дистанционды мониторингтің материалдары әртүрлі суреттер, графиктер түрінде келіп түседі. Оны компьютерлік өңдеу арқылы біз қандай жұмыстарға қол жеткіземіз. Бірінші, жаңа топографиялық және тематикалық карталар түзу үшін. Бар жұмыс істеп отырған карталарымызға түзетулер енгізу үшін. Фотокарталар, фотоблоктар, диаграмма жасау үшін қолданамыз. Оперативті карталарды түзу үшін қажет болған жағдайда түскен ақпаратты тез өңдеп, оларда картографиялық форматқа аудару мақсатында пайдаланады екенбіз. Картографиялық әдіс бұл көп мақсатты бақылау жүйесіне қоршаған орта жағдайы және оған әсер ететін факторлар, оған базалық бағалау және жедел карталар кешенін қолдана отыру жасау. Картографиялық бақылау 4 негізгі блокты ұсынады. Бірінші, бастапқы негізгі ақпарат блогы, екінші, болжамды және болжамды ақпарат блогы, жедел болжам және бақылау блогы, төртінші, картографиялық мәліметтер блогы. Картографиялық әдіс бастапқы негізгі ақпараттық блогына келетін болсақ, бұл табиғи жағдайлар, территорияны экономикалық пайдалану, сондай-ақ құбылыстың жай-күйі, процесі, немесе қоршаған ортаның параметрлері туралы картографиялық мәліметтер кіреді. Оны бақылау керек. Болжамды және болжамды ақпарат блогына байқалған құбылысты бағалау карталары, оның болжамдары бар уақыт пен кеңістікте әзірлеу және шешім қабылдау үшін ұсыныс карталары болып табылады. Операциялық болжам басқару блогы бақыланатын құбылыстың жедел деректері жасалатын блог, гидрометеорологиялық қызметтің кіріс деректері мен бақылау бекеттеріндегі бақылаулардың тікелей байланыстылығы. Карта деректерінің блогы қоршаған ортадағы өзгерістер нәтижелерін бағалау блогы, олардың экономикалық қызмет және адам денсаулығында алатын орны, қай жерде бөгеу керек, ұзақ мерзімді шараларды ұтымды жоспарланған қолайлы үрдістерді қолдану немесе төмендеу теріс факторларын анықтау болып табылады екен. Автоматтандырылған картографиялық жүйелер бұл деректер базасын қалыптастыру, жұмыс жасау үшін және мәліметтерді картографиялық бейнелеу үшін автоматтандырылған картографиялық жүйелер қолданылады. Олардың айрықша ерекшелігі техникалық құралдардың бір бөлігі ретінде компьютердің болуы, жұмыстың жалпы схемасы бірінші кезеңде цифрландырғыш алған ақпараттарды цифрлау және мәліметтер базасына енгізу. Екіншісінде интерактивті өңдеуге арналған бейне экранға шығару. Үшіншісінде карталарды графикалық бейне экранға салу болып табылады. Қазіргі кезде географиялық ақпараттық жүйелер деген сала бағыт өте жақсы дамып келе жатыр. Яғни деректерді көрнекі көрсетудің және оларды үш өлшемде көрсету, оларды талдау арналған құралдардың сан алуан түрлерінің есебінен көптеген ғылыми практикалы және басқару мәселелерін тиімді және жедел шешудің басты элементі болып табылады. Ғарыш технологияларын қолдану, үлкен көлемді картографиялық және тақырыптық ақпараттарды, оның ішінде ғарыштық
қашықтықтан зондылаудың, далалық ғылыми зерттеулердің, инженерлік зерттеулердің, мониторингтің, түрлі шаруашылық қызметінің құжат айналымының деректі бірыңғай құрылымға біріктіруге мүмкіндік береді. Мысалыға, тірі қашықтықтан зондылау және географиялық ақпараттық жүйелер орталығы геоақпараттық жүйені құру, табиғатты қорғауды жобалау, орман шаруашылығы, экология, табиғатты пайдалану, геологиялық барлау, топография, картография, мұнай газ кешені үшін жобалау салаларында түрлі мәселелерді шешу үшін деректерді жинақтау және жүйелендіру тәжірибесі мол болып табылады. Осы салаларда геоақпараттық жүйелерді пайдалану өте тиімді болып табылып отыр. Және осы ақпараттарды пайдалану кезінде қандай программаларда қалай жұмыс жасау керек екенін, қазіргі кезде цифрлық карталарды жасаулау және GIS бағдарламаларын пайдалану өте тиімді болып табылып отыр. Сонымен қатар осы жағдайда айтып кететін тағы бір мәселе бұл экологиялық болжам және мониторинг. Қоршаған ортаның жағдайын және қоршаған орта жағдайын бақылау және басқару болып табылады. Осы болжам кезінде математикалық әдістер және модельдеу әдістері өте тиімді пайдаланылады. Математикалық белгілердің көмегімен зерттеуге алынған жүйенің кейбір параметрлерінің мәндері өзгертіліп, жасанды жүйенің өзгеруін, яғни соңғы нәтижесінің қалай өзгеруін анықтау болып табылады. Экологиялық мониторинг ғаламдық жүйесі, дүниежүзілік қоршаған ортаны бақылау жүйесі әлемдік қоғамдастықпен бірлесе отырып құрылды. Бағдарламаның негізгі ережелері мен міндеттері 1974 жылы тұжырымдалды. Яғни адам денсаулығына қауіп туралы кеңейтілген ескерту жүйесін ұйымдастыру, ғаламдық ауаның ластануы мен климатқа әсерін бағалау, биологиялық жүйелердегі ластанудың сапасы мен таралуын бағалау, жер бетіндегі жүйелердің қоршаған ортаға әсерінің реакциясын бағалау, туындаған экологиялық проблемаларды бағалау, ауыл шаруашылық қызметі және жерді пайдалану, дүниежүзілік мұхиттың ластануы мен экожүйеге әсерін бағалау, халықаралық мақсатта табиғат туралы ескерту жүйесін жетілдіру болып табылады. Бұл дүниежүзілік қоршаған ортаны бақылау жүйесіндегі қарастырылатын негізгі мәселелер. Осы қарастырылып отырған мәселелердің негізінде қазіргі кезеңдегі орта жағдайында біз толық мәліметтер ала алады екенбіз. Оның негізінде қазіргі жағдайда үлкен жұмыстар жасалынып жатыр. Яғни осы айтылған мәліметтердің бәрін қорытындылай келе, бүгінгі лекцияда біз қандай мәселелерді қарастырдық. Яғни бұл дистанционды жаңағы қашықтықтан жүргізілетін мониторингпен өте тығыз байланысты екен. Яғни тығыз байланысты дегеніміз сөз, дистанциондық мониторингте алынған материалдарды өңдеу арқылы картографиялық, яғни цифрлық карталарды түзету. Қазіргі кезде осы бағыттың өте жаңағы қарқынды дамуына байланысты бұл кеңінен қолданылып келе жатыр. Бұл халық шаруашылығын көптеген салаларында пайдаланып, үлкен нәтижелерге жетіп отыр. Яғни бұл жердегі ең негізгі ерекшелігі алынған материалдардың тез өңделіп, қоршаған орта сапасы туралы, қоршаған ортаның жай-күйі туралы біз негізгі мәліметтерді алады екенбіз. Сонымен бүгінгі сабақ бітті. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.